Саламатсыздар ма? Мен бүгін өз анамнан еңбек ерлікке жеткізер, ерлік елдікке жеткізер деген тақырыпта сұхбат алатын боламын. Анашым, сіз еңбек жолына қай жылдары жеттіңіз? Мен өз еңбек жолыма 2004 жылдары жеткенмін. Ал еңбек жасаған жақсы ма? Әрине жақсы. Әр адам өзінің еңбегімен тапқан наны ыстық әрі өте қымбат болады. Әр адам өз еңбегінің нәтижесінде көргенде одан асқан байлық болмаса керек. Бейнетің қатты болса, тапқаның тәтті болады деп халық даналығы бекер айтпаған болады. Ал еңбек дегеніміз не? Еңбек дегеніміз ол адам дамуының ең басты кепілдісі еңбек болады. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген мақал бар өзімізде. Сол мақалдан алып шықсақ, шынымен де адамды адам ететін бұл еңбек деп ойлаймын. Балдарды ең кішкентайынан бастап еңбекке үйреткен жөн болады. Себебі еңбек етсең, өзің тәтті наныңды жеп отырасың, иә? Ал еңбек туралы сіз қандай мақал-мәтелдер білесіз? Еңбексіз өмір жоқ, ауырсыз жеңіл жоқ. Еңбектің наны тәтті. Біз осымен сұхбатымызды жабамыз. Сау болыңыздар.